Hazır mal kiyimge бұл жерде тыю салып қойыпсыңар. Гашқа мына үймеге қыдырға тыю салыпсыңар. Бұл Америкада жоқ. Ең өніккен демократия өлкөдө бұл нәрселер жоқ мында тыюлар. Даже ислам диніне асылған Францияда, Швейцарияда, Швецияда, Норвегияда бұндай нәрселер жоқ. Ал жақта просто мұнараның биіктігі үшінше болсын. Анан никапчандар қомыш жерде тыю салынған. Бұл башқа христиандық мемлекеттер. Біз мұсылман мемлекетпіз ғой. Не үшін өзі сavaşымыз керек? Мен түсінбейтім де. Құдай шүкір, Қырғызстан башқа өлкелерге қарағанда біз мақтансақ болады. Діни еркіндікпен, сөз еркіндікпен мақтансақ болады. Аманда өзі шектей берсек, емнен мақтанамыз. Құдай шүкір, азыр президент жаңы билік жақсы деп атады. Ал несі бұл несі құрылып атады. Но бұл жақта социалдық несіде еске алышымыз керек те. Урматтуу мыйзамдын авторлары және урматтуу депутаттар. Анан ол көп мәселе тудырған 4-ші берене бойынша. Газ жөнді бұл жерде Мақсат Ажы тура айтып кетті. Мен бір нәрсені ескертіп қойын отырмын молдекелерге. Мен барыңарды білесіңер, терең сыйлаймын. Бөйт муфтилеріме жақсы мәміледелем. Азыр сіле айтқан сөзіңер мыйзамға түшпөсө, ал іштебейді сөзіңер. Мыйзамға емне жазылса ұшу іштейді. Мыйзамды ішке ашырғандар милиция органдары, қауіпсіздік комитеттері, дини комиссия, жана башқа органдар болады. Муфтият кепілдік алып атабыз, анда-мында болады деген мыйзам кирбесе пайдасыз сөздеріңерден. Ертең мыйзамды көтеріп алып тұр, бетке чабат. Мыйзамда жоқ нәрсе екен деп тұрып. Мен сунушталатылым. Бұл мыйзамды урматтуу депутаттар, комитеттин урматтуу төрайымы мүмкін болса, бұл мыйзамды кайра талкууга жөнөтүш керек. Жана коомдук сайтта илинип турду дейт. Кирбейт кыргыздар.